Қадірменді тыңдарман, бүгінгі видеомызда Мұса пайғамбар мен бедеу әйел оқиғасын әңгімелейтін боламыз. Бұл әңгімеміз көпшілікке ғибрат аларлықтай ой салады деп үміттенеміз. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Пайдасы тиеді деген мақсатта жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ендеше бастайық. Мұса пайғамбар заманында бір бедеу әйел болған екен. Ұзақ жылдар бойы перзентке зар болып жүрген әйел бір күні Мұса алейхиссаламға келіп, Алладан маған бір перзент нәсіп етсінші деп, дұға етіңізші деп өтініш білдіріпті. Пайғамбарлардың сұрағаны қайтарылмайды. Сол себепті Мұса пайғамбар әйелдің өтініші бойынша Аллаға жалбарынып, перзент сыйлауын сұрайды. Алла тағала сүйікті пайғамбарына: «Ей Мұса, мен ол әйелге о баста бедеулікті жазып қойғанмын, оған бала берілмейді» деп жауап береді. Әлгі әйел жауабын білейін деп келгенде, Мұса оған: «Сенің өтінішің бойынша Алладан сұраған едім, жаратушы иеміз маған: "Ей Мұса, мен ол әйелге бедеулікті жазып қойғанмын, оған бала берілмейді" деді. Бұны естіген әйел көзіне жас алып жөніне кетті. Бедеу әйел Мұса пайғамбарды әр көрген сайын мен үшін дұға етіп перзент сұрашы дейді екен. Пайғамбар Алладан әйелдің өтінішімен бірнеше рет дұға етсе де, дұғасы кері қайтарылғандықтан әйелдің үйінің жанынан өтпей, көзге түспейін деп айналып жүретін болыпты. Бір жылдан кейін Мұса пайғамбар есінен шығып кетіп, сол баяғы жолмен жүріп келе жатса, алдынан баяғы бедеу әйел кездеседі. Оның қолында әлдилеген баласы бар еді. Бұны көрген Мұса: «Бұл кімнің баласы?» деп сұрайды таңданып. Әйел: «Өзімнің балам» деп жауап береді. Мұса қалайша деп аң-таң болады. Сөйтіп Алладан: «Уа Раббым, сен ол әйелге бедеулікті жазып қойған едің, неге перзент сыйладың?» деп сұрапты себебін білгісі келіп. Сонда Алла тағала пайғамбарына оның себебін былай баяндайды: «Мен оның тағдырына бедеулікті жазған едім, алайда ол әйел менен күндіз түні «Я ар-Рахман, я ар-Рахим» деп қайта-қайта сұрай берді. Осылайша менің рақымым, құдіреттілігімді озып кетіп, мен оның тағдырын өзгертіп, оған перзент нәсіп еттім» деген екен. Бұл ғибратты әңгімеден түйетініміз: Алладан үміт үзбеу керек. Ол аса рақымды, ерекше мейірімді, оның күш-құдіреті барлық нәрсеге жетеді. Алла баршамыздың дұға тілектерімізді көркем түрде қабыл етсін.